Құрметті достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін фисташка малина тортын жасап үйренеміз. Ең алдымен миксерға жұмыртқа мен қантымызды салып, жақсылап көпіргенше араластырамыз. Бұл жерде менен бір лайфхак, май мен пастаны осылай жақсылап араластырып аламын. Сонда массада іріткілер болмайды. Ендігі кезекте құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Массамыз дайын болғаннан кейін келесі заттарды қосамыз. Ол бізде май мен фисташка пастасы, одан кейін 2-3 капля жасыл краска. Асықпай араластырып, біртіндеп массамыз біздің түсін өзгертеді. Енді құрғақ заттарымызды қосамыз, тек бірден емес, біртіндеп. Және араластырған кезде мұқият, астынан үстіне көтеріп, асықпай араластырамыз. Бұл торттың бисквитін 4 формаға бөліп пісіреміз. Бірден бір формаға пісіруге келмейді. Енді 2 қабат фольгадан өзімізге керек диаметрлі форма жасап аламыз. Бұл жерде фольгадан жасаған формамыз кішкене тұрақты қаттылау болғаны жақсы, себебі бисквит сұйық. Ал вупи пайда ол міндетті емес, немесе сүтті қызда ол міндетті емес. Массамызды көз мөлшерімен 4 формаға тең бөліп құямыз. Біздің формамыз жұмсақ, ал бисквитіміз сұйық, сондықтан форманы абайлап қозғаңыздар. Мүмкіндік болса бірден листқа қойып қойыңыздар. Бұл кезде духовкамыз қызып тұру керек. Мен бисквитті 150 градусқа 20-25 минутқа жіберемін. Пісіп, суыған бисквитті керек диаметр және биіктігін өлшеп кесіп аласыз. Жиналуы әдеттегідей крем-чизбен, бірінші қабатында тек қана крем, ал екінші қабатында крем және одан кейін 2 кольцо жасап, ішін малиналық конфимен толтырамын. Конфиді жасау жолы менің каналымда бар, қарап шығыңыздар. Сол рецептпен кез келген жемісті пісіріп алып, начинкаға қоса берсеңіздер болады. Міне осылай 2 кольцо жасап алып, ішін конфимен толтырамыз. Конфидің бетін біраз креммен жабыңқырап, келесі қоржды қойып, одан әрі қарай жинаймыз. Өз қалауыңызға байланысты торттың биіктігі әртүрлі болуы мүмкін. 3-4 немесе одан да көп қоржы болуы мүмкін. Бисквитті бір жұқа қабатпен осылай жағып шыққан жақсы. Сонда сіз үгіліп жатқан бүкіл крошкаларды жинап алып, қатырып аласыз. Бір 10-15 минут холодильникқа қойып алсаңыз, өте жақсы болады. Сонда келесі қабат сізде таза жиналады. Осылай барлық жеріне жағып шығып, бір тегістеп алып, мен 10-15 минутке холодильникке қойып аламын. Холодильниктен шыққаннан кейін жақсылап сүртіп, енді чистовой кремді жағып, тортымды аяқтаймын. Бұл жердегі сыртқы қабатын мен крем-чизбен қаптап жатырмын. Ал жаздың күні немесе алыс жолға шықса тортыңыз, онда шоколад қосылған крем-чизбен қаптауға кеңес беремін. Ол рецепті мен біраз уақыттарда жариялауға тырысамын. Рецепт сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ең негізгі кеңес, бисквитті бір формада пісіруге болмайды. Міндетті түрде бөліп пісіріңіздер. Алған білімдеріңіз пайдалы болсын, келесі кездескенше. Әрқайсыларына сәттілік тілеймін, үйреніп алып, жақындарында қуанта беріңдер. Бүгін бізде тапсырыста осындай керемет торт.